басқа ДТБ квалификациясын жапқан, қарапайым ғана. Мысалы, Эльнура ханым Атырауда тұрады, бірақ ол Атыраудың тумасы емес, ол жақта ешқандай туыстарыңыз жоқ. Жолдасың жұмыс бабымен жүрдіңдер ме сол жақта сонда? Бізде сол жерде жолдасым Атырау қаласында жұмыс жасайды, сондықтан сол жерге көшіп барғанбыз. Мен Атыраудың тумасы емеспін, сол ешбір бірде-бір туған туысым жоқ, бірде-бір бауырларым жоқ, бірде-бір жаңағы туғанымыз жоқ елді мекеннен біз осы бизнесті дамыттық. Енді қазір Арда ханым әртүрлі тағдырларды естіп отырмыз ғой, мұнда байқасаңыздар барлығы да асып тасқаннан осы бизнеске келіп жатқан жоқ. Келіп жатқандар жоқ бұл жерде. Бұл жерде бірі памперске жеткізе алмай, бірі пол жуып жүр, бірі декретте отырып, бірі жаңағы күйеуінің айлығына қарап отырған қарапайым қыз келіншектер жасап жатыр біз бизнесті. Кейде біз ойлаймыз да, бұл бизнесті мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді деп ойлап өзімізге шектеу қойып қоямыз. Хотя біздің мүмкіндігіміз, біздің кейбіреулеріміздің, осы эфирді қарап отырған кейбіреулерінің деңгейі осында отырған қыз келіншектерден де жоғары шығар. Бірақ біз сонда да бұл бизнесті жасай алмаймын, бұл бизнесті істей алмаймын деп өзімізге мүмкін шектеу қойып қоямыз. Енді менің бұл бизнеске келудегі историям, мен іздеген жоқпын бизнесті. Случайно қарап қалдым. Мен бұрын Айнұр Тұрсынбаеваны қарамайтынмын. Мен журналистпін, Қазақстан Атырау телеарнасында, жергілікті телеарнада 9 жыл еңбек еткен кәдімгі қарапайым журналистпін. 100 мың теңге айлық мен үшін өте көп болды. Сол 100 мың теңгеге біз киінетінбізді, баратын жерлерімізге барамыз, балаларымызды асырайтынбызды. Бірақ мен енді нефтяной городта, мұнайлы өлкеде өмір сүргеннен кейін менің қасындағы адамдар 500 мың теңге, 700 мың теңге шетелдік компанияда жүріп айлық алатын. Сөйтіп мен ойлайды, мен 100 мың теңге. Журналист бәрі ойлайды, көп ақша табады. Тіпті айлығында айтуға ұялатын кейде, өйткені бәрі ойлайды 300-400 мың теңге айлық алады деп. Мен сол 500 мың теңге айлық алатын жерді армандайтын. Сөйтіп әртүрлі жолдарды іздейтін, екен бұл менің арманым болды. Шетелдік компанияларға резюме берем, мен ешкім алмайды, өйткені тіл білмеймін. Өзім бизнес ашқым келеді, оған кредит керек деген сияқты. Сөйтіп жүргенде бір случайно Айнұр Тұрсынбаеваны инстаграмнан көріп қалдым да, сонымен тіркелуді жөн көрдім. Бизнеске келем, мен чатқа қосады, айдың аяғы бәр бір-бірін құттықтайды. И келесі айдың басында екісі күні әртүрлі 800 мың миллион теңге алдым деген чектерді жібереді. Соларға қараймын да мен ойлаймын, мына Алла тағала маған беріп тұрған мүмкіндік қой, мен өмір бойы осындай 500 мың теңге айлық алуды армандадым. Ақтоты ханым миллион теңге чегін жібереді, Гүлдана 800 мың жібереді, Динара, Савит хан барлығы мықты чектерін жібереді. И мен сонда сол кезде мен ояндым. Мен ойладым, зерттедім, қарадым, толығымен от иду. Мен сияқты бизнесті зерттеген адам жоқ шығар деп ойлаймын, өйткені мен прям адвокат пен заңгерлерге дейін қараттым, мен ол үшін ұялмаймын. Мен бұл қай жерден тапқан, бұл қандай ақша, тегін бәрі миллиондап ақша алады екен. Мен зерттедім, журналист болғаннан кейін қарайсың, басқа сетевой компаниялармен салыстырасың, толығымен 100% сеніп, бұл жерден қомақты қаражатқа жетуге болатындығына толық көзім жеткеннен кейін мен прям мақсат қойып жұмыс жасадым. Мен тіпті қай айда дэш жабатынды, қай айда машина алатыма дейін білдім. Мен сол үшін еңбек еттім. Мен бұл бизнеске кімдерді тарттым, қарапайым келіншектерді тарттым, кімге жаным ашиды, кімді осы қаражатқа жеткенін, жоғары қаражатқа жеткенін қалаймын, сол адамдарды мен тек шақыра бастадым. Қазір менің қуанатыным сол қарапайым келіншектердің өмірі көз алдында өзгеріп жатқан. Сіз ғой қазір ойлайды шығарсыз, Эльнура миллионер деп. Мен сіз сияқты қарапаймын, Турцияға бірінші рет келіп отырған адам. Мен де осы Турцияға, Анталияға табан жерге тиген кезде мен де жыладым. Өйткені мен де дәл осындай өмірді өмір бойы армандадым. Мен де жақсы өмір сүргім келді. Мен де жаңағы әншілердің, әртүрлі танымал адамдардың стористерін қарап армандап отыратын. Мен де теңіздің жағасында жаңағы теңіздің толқынына қарсы жүріп, аяғымды түсіріп, аспанды түсіріп, сондай сторис түсірсем екен деп мен де армандадым. Яғни асып тасып келіп жатқан ешкім жоқ. Барлығымыз да осындай өмірді армандадық, алайда
құр армандағаннан ол көп нәрсеге жетпейсің. Бұл жерде әрекет ету керек. Шынымен де біз көп қаражатқа жетуді армандаймыз ғой. Біреуміз миллион теңге алғымыз келеді, біреуміз 500 мың теңге, біреуміз 2 миллион теңге айлық алғымыз келеді. Алайда соған жететін басқа ешқандай мүмкіндік жоқ. Қандай жұмыс орнына барып, қазір мысалы маған қыз-келіншектер, жаңа сіз Дамелдің историясын айтып жатсыз, барлығын толық айтқан жоқ. Осы бизнеске келердің алдында ол администратор болып тұрғысы келіп бір жерге. Сонда мен оған айттым, Дамелі қоя қойшы дедім, сен администратор болып бір жерге тұрарсың, саған бір 80 мың теңге айлық берер. Болды, сен 2 жыл бойы сол 80 мың теңге айлықты аласың. 3 жыл бойы бір 100 мың теңге айлығын өсер, болды, одан артық сен ала алмайсың. Балалардың қасында емес, сен өмір бойы балалардың қасында өмір сүріп, жаңағы барлық жағдайын жасап, күйеуінің барлық жағдайын жасап, тәтті тамағын жасап отқан адам, таңертеңнен кешке дейін бір жерде сен администратор болып жұмыс жасай алмайсың. Өйткені сен уже комфортқа балаларыңды үйретіп қойдың. Саған нағыз осы бизнес керек. Бұл бизнесте сенің әрбір уақытыңа саған компания ақша береді. Соны айтып, мысалы, шын мәнінде біз қазір жұмыс іздейміз. Сізді кім жұмысқа алады? Карантинде. Наоборот, барлық жақ қысқарып жатыр. Мысалы, Атырауда барлық шетелдік компаниялар қысқарып жатыр. Барлық жерде прям сокращение болып жатыр. Яғни жұмыс басқа іздеудің ешқандай қажет жоқ. Осы жерге келіп жасау керек. Бұл бизнес кез келген адамның қолынан келеді. Өйткені бұл жерде сізге мысалы жұмысқа тұру үшін, сізден ағылшын тілінің дипломын сұрамайды. Сізден жаңағы юристтің дипломын сұрамайды. Бұл жерде кез келген адам келіп жұмыс жасап, жоғарғы қаражатқа жете алады. Ал қанша теңгеге деп айтсаңыз, өзіңіз білесіз. Қанша теңге алғыңыз келеді, сонша уақыт бөліп жұмыс жасайсыз, сол ақшаны аласыз. Мысалы, мен қазіргі таңда 7 миллион теңге айлық алып отырмын. Шынымен де квартира алдым осы жерден. Біздің шағын бизнесіміз бар, екеуміздің Атырау қаласында, ол азық-түлік дүкені. Біз 10 жыл бойы сол жердің полын жуып, тұрып кейде сатушыға ақшаң артық болмай қалған кезде өзің тұрасың, сөйтіп жұмыс жасаған кезде біз бір шетелге шықпаппыз. Біз бір үй алмаппыз. Біздің машинамыз, сол магазиніміздің өзі кредитте болды. Біз мына телефонды алсақ, бір телефон, қазір ғой iPhone Pro ұстап отырмын. Ол кезде мен iPhone Pro ұстамайтын. Samsung'ты алсақ, оны кредитке алатынбыз. Біз бір телевизор сатып алсақ, оны кредитке аламыз. Біз кредит төлей аламыз, өйткені магазин бар, ол жерден ақша беріледі. Бірақ осы бизнеске, осы компанияға келіп 2 жыл 7 ай жұмыс жасап, біз сол үйді де алдық. Біз қазір кредитсіз өмір сүріп жатырмыз. Бүкіл кредиттерімізді ден құтылдық. Біз міне балаларымызды ең мықты қаладағы жаңа платный дейді ғой, сондай мектепте оқытуды жоспарлап отырмыз. Яғни жылына 2 миллион теңге төлейтін мектепте, яғни платный мектепте. Осы компанияға келіп, шынымен де барлықтарыңыздың армандарыңыз орындалып жатыр ғой. Және бұндай деңгейге жетіп жатқан кімдер? Сіздер, қарапайым келіншектерсіздер. Сонда бұл бизнестің кереметтілігі осы. Кез келген адам, тіпті ештеңесі жоқ, қарапайым келіншектің өзі миллионер бола алады. Пол жуып жүрген адам миллионер бола алады. Парикмахер миллионер бола алады. Мұғалім миллионер бола алады. Дәрігер миллионер бола алады. Міне бизнестің мүмкіндігі шексіз деп айтатынымыз осы ғой. Кереметтілігі осы. Және осының барлығын жасап жатқан ол сверхъестественно адам емес. Бірнеше дипломы бар, сетевойды бар, оқып келген, шетелге барып, немесе бір мықты тәжірибе жинап келген адам емес. Үйде отырған қарапайым келіншек жасап жатыр. Сонда қарапайым қазақтың қыз-келіншектері, сіздер мықтысыздар. Өздеріңізге қол соқып қойыңыздаршы.